1929 жылы ақш-та экономикалық дағдарыс басталды. Бұл дағдарыстың басты себептерінің бірі өндіріс пен тұтыну арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы болды. Бұл дағдарыс ақш-та бастау алып, басқа елдерге де әсер етті. Дағдарыстың басты ерекшеліктері бұл ауқымды дағдарыс болды, яғни әлемдікке айналды, барлық салаларды қамтыды және ұзақ болды. Дағдарыспен күрес Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін созылды. 1929-33 жылдары дағдарыс тереңдеп, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы өндірісінің қысқаруына келді. Мыңдаған қаржы ұйымдар мен банктердің, компаниялардың банкротқа ұшырап, жабылуы жалғаса берді. Елдегі завод-фабрикалардың жабылуынан жұмыссыздар саны көбейе түсті. Сондай-ақ қылмыс саны ұлғайып, өмір сүру деңгейі төмендеп, кедейлену арта түсті. Дағдарыстан шығу үшін мемлекеттер экономикалық жағдайды реттеуге кірісті. Бірақ мемлекеттік реттеудің бірнеше жолдары болды. Олар либерал-реформистік, социал-реформистік, тоталитарлық бағыт. Либерал-реформистік бағыттың басты ерекшелігі реформалар демократиялық жолмен жүргізілді. Социал-реформистік бағытта әлеуметтік салаға аса назар аударылады. Тоталитарлық бағытта барлық салалар мемлекеттің бақылауына алынып, мемлекет толығымен реттейді. 1933 жылы ақш билігіне демократиялық партияның кандидаты болған Франклин Рузвельт президент болып сайланып, билікке келеді. Рузвельт дағдарыстан шығу және әлеуметтік шиеленістерді жұмсарту үшін Америка халқына кейінірек жаңа бағыт деп аталып кеткен бағдарламасын ұсынды. 1933-41 жылдары президент Рузвельттің бұл саясаты америкалық қоғамдағы терең реформалардың бастамасы болды. Жаңа бағыт экономиканы мемлекеттік реттеу, мемлекеттің жеке меншік шаруашылық істеріне араласуын білдірді. Бұл реформалар кейншілдік теориясының негізінде жүргізілді. Джон Кейнстің идеясы бойынша нарықтық экономикалық қатынастар жетілген және өзін-өзі реттейтін болып табылмайды. Жоғары деңгейдегі жұмыспен қамту мен экономикалық өсімді тек мемлекеттің белсенді араласуы ғана қамтамасыз ете алады. Рузвельт банк және қаржы саласын ретке келтіру үшін елдегі банктерді уақытша жауып тастады және арнайы мемлекеттік комиссия банктың жұмысын тексеріп, жұмыс істей алады деп танылған банктерді қалдырып, қалғандарын жапты. Нәтижесінде кейбір банктер ісін тоқтатса, кейбіріне көмек көрсетіліп, банктер ірілендірілді. Депозиттерді сақтандырудың федералдық жүйесі құрылды. Енді банк салымдары сақтандырылатын болды. Доллардың алтын стандарты жойылды. Алтын айналымы мемлекет бақылауына алынды. Ауыл шаруашылығы өндірісін ретке келтіріп, аграрлық дағдарыстан шығу үшін 33 жылы ауыл шаруашылығын реттеу туралы заң шығарылды және ауыл шаруашылығын реттеу әкімшілігі құрылды. Бұл әкімшілік фермерлерге егін мен мал басын азайтқан үшін төлемақы төледі. Өнеркәсіпті қалпына келтіру үшін өнеркәсіпті қалпына келтіру ұлттық әкімшілігі құрылды. Бүкіл өнеркәсіп саласы 17 топқа бөлінді. Олардың әрқайсысының қызметі арнайы заңдармен реттеліп отырды. Өнеркәсіптегі еңбекақы деңгейін, жұмыс уақыты ұзақтығын, бағаларды, шығарылатын тауардың көлемі мен үлесін және тағы басқаны қадағалайтын, реттейтін адал бәсекелестік кодексі қабылданды. Жаңа бағыт бойынша әлеуметтік реформалар жүргізіле бастады. Елде жетім, жесір, мүгедектерге көмек көрсету, жұмыссыздарды сақтандыру, зейнеткерлікті қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік жүйе енгізілді. Еңбек саласында еңбек қатынастарын реттейтін Вагнер заңы қабылданды. Ол жұмысшыларға кәсіподақтар құру, ереуілдерге шығу құқығын бекітті. Франциядағы дағдарыс басқа елдермен салыстырғанда кешірек, яғни 1930 жылдың аяғына қарай басталып, кеш аяқталды. Дағдарыстың кеш басталу себебі Францияның көптеген отарларының болуы, шикізат қорының мол болуы және Германиядан репарациялардың төленуі жүргізілді. Бастапқы шаралар, яғни жалақының қысқартылуы, жұмыстан қысқарту, экономия режимі дағдарыстың тереңдеуіне әкелді. Францияда 30 жылдары Германия мен Италия секілді фашистік ұйымдар белсене түсті. Олар тіпті 34 жылы төңкеріс жасауға ұмтылды. Фашистік қатердің күшеюі елдегі коммунистер мен социалистердің бірігуіне әкелді. Кейін оларға радикалдар қосылып, халық майданы деп аталған партиялар коалициясы құрылды. Халық майданы сайлауға қатысып, 36 жылы жеңіске жетіп, билікке келеді. Халық майдан үкіметі жұмысшылар мен қызметкерлердің жалақысын және майдангерлердің зейнетақысын көбейтті. Ұжымдық шарттар, 40 сағаттық жұмыс аптасы, 2 апталық ақылы еңбек демалысы туралы заңдар қабылдады. Жұмыссыздық бойынша жәрдемақы салықтан босатылды. Қоғамдық жұмыстар ұйымдастырып, жеңілдетілген несиелер енгізді және фермерлер мен шағын кәсіпкерлерге салықтарды азайтты.
Экономикадағы мемлекеттің рөлі күшейді. Француз банкі мен темір жолдары мемлекеттік бақылауға алынып, кейбір әскери нысандар мемлекет қарамағына алынды. Астық бюросы ауыл шаруашылығы өнімдерін тұрақты және жоғары бағамен сатып ала бастады. Ірі байлыққа салынатын салық өсті. Салық төлеуден жалтарған үшін айыппұлдар енгізілді. Экономиканы мемлекеттік реттеудің бұл саясаты Францияда дирижизм деп аталды. Германия экономикалық дағдарыстан қатты зардап шекті, өйткені оның экономикалық жетістіктері шетелдік инвестицияға негізделген. Өнеркәсіп өндірісінің құлдырауы 29 жылдың аяғынан 32 жылдың тамызына дейін созылды. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 46%-ға төмендеді. Сыртқы сауда айналымы 2,5 есеге қысқарды. Құрылыс тоқтап қалды. 1933 жылдың басына қарай жұмыссыздар саны 9 миллионға жетті. Ауыл шаруашылығы дағдарысы тереңдеп, өндіріс көлемі 31%-ға төмендеді. Елдегі дағдарыс фашизмді билікке әкелді. Фашистік экономикалық саясаттың негізгі мазмұны милитаризация болды. 33 жылы маусымда мемлекеттік экономикалық саясатты басқару үшін Германия экономикасының бас кеңесі ұйымдастырылды. 34 жылы шыққан еңбек майданы туралы декрет ереуілдерге және жұмысшыларды басқа кәсіпорындарға ауыстыруға тыйым салды. Ұжымдық шарттар жойылып, компания басшыларына диктаторлық өкілеттіктер берілді. Мәжбүрлі еңбек жүйесі ресми түрде қалыптасты. Бұл ретте өндірісті шоғырландыру жүзеге асырылды. Бұл ірі монополистер үшін тиімді болды. Экономиканы милитарландыру жеделдетілген қарқынмен жүргізілді. 1936 жылы қыркүйекте ресурстарды жұмылдыру, тапшы материалдарды жинақтау және әскери өндірісті кеңейту бойынша 4 жылдық жоспар бекітілді. Сонымен қатар қағаз, жүн, мақта және басқа да салаларға инвестиция салуға тыйым салынды. Милитаризацияланған Германияның экономикасы қуатты мемлекетті қалыптастырды. Бүкіл ел фашистер билігінің толық бақылауында болды. Осының нәтижесінде Германия 39 жылы соғысқа дайын болды.